Үйінде кешке дейін арақ ішкен әкені көрсе, бала әрине ішімдікке жақын болып салыстырмасы жоғары болады. Үйінде ұрыс керісті көрсе, ол да кейін жанжалға бейім бала болады. Қоғамда да сондай. Сондықтан бұл өнегені көрсету. Сондықтан да қазақ қонақты күттіргенде де таңдап шақырады. Және балама өнеге болсын. Сонымен бірге дастархан басындағы мәдениет қазақ отбасында өте маңызды. Бұны әкелер көкейін жиып отырған абзал. Бүгінгі таңда біреу жұмысқа асығып отырады, біреу басқа бір іс-шарасын асығып отырады. Дей тұрғанмен бұл нәрсені тым құрыса демалыс күндерінде, кешкі ас мезгілдерінде, отбасының толық құрамда болатын кезгіліндегі дастархан мәдениетін біз қатты пайдалануымыз керек. Неге? Сол отбасында дастарханда айтылған әңгіме өте маңызды. Дастархандағы өнеге өте маңызды. Дастарханда бір-бірімен сыйламайтын болса, соны көрсе, әке-шешенің бір-бірімен сыйластығын көрмесе, бала әрине қоғамда да сыйластығы кем болады. Сондықтан мынау дастархан мәселесінде әкенің бірінші ол дастархан басына келуі, және әкенің бата беруі дастарханға, әкенің бірінші тағамды бастап өзі алуы, алдына ешкім салмайды. Бұны әкелер ескеру керек. Бұл ұсақ мәселе емес. Бұл тәртіп, бұл өнеге, бұл өзінің ролын қалыптастыру. Сол арқылы балаға өзінің ролын қалыптастыруды үйрету. Бұл да және біздің көргенді баланың келу қайнарына әсер ететін дүние. Дастархан басындағы әңгіме, егдар әңгімелер болса, немесе үнемі валютаның курс мәселесі сөз болып тұратын болса, үнемі кіріс шығыс семьяның мәселесі сөз болып, тек қана сол қордаланған мәселе ретінде қаралатын болса, әрине ұрпақтың санасында ақша маңызды орында деген қалыптасады. Ал біздің бабаларымыз қандай болған? Біздің бабаларымыз көбіне жүректің әңгімелері көп айтты. Яғни адам болу, кісі болу мәселесі жүректе. Жаңа Абай атамыз айтатын жылы жүрек мәселесіне жетелейтін әңгімелер көбірек айтылатын болса, бұл қоғамда жылы жүректі ұрпақтар пайда болды. Бүгінгі таңда айтамыз, біз біреу жығылып жатса, соткаға түсіріп тұратын кісілер көбейді жастар. Деп қоғамда үнемі айтылады жастарға сын ретінде. Бірақ бұл ұрпақты кім тәрбиеледі? Бұл ұрпақты аға буын тәрбиеледі, әкелер тәрбиеледі, аналар тәрбиеледі.